Сәлеметсіңдер ме? Алматы облысы Қаратал ауданы Максим Горький атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Жансыпаева Гүлнар Нұрсұлтанқызы. Бүгінгі қашықтықтан оқытатын сабағым геометриядан 2-ші сабақ, 9-шы сынып. Сабақтың тақырыбы доғаның ұзындығы. Сабақтың оқу мақсаты. Балалар бүгін доға ұзындықтарын формуласын қорытып шығарып, және оны есеп шығаруда қолдануды үйренеміз. Бағалау критерийлері. Доға ұзындығының формуласын қорытып шығарады. Доға ұзындығының формуласын қолданып есептер шығарады. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты пысықтап алайық. Бірінші сұрақ: шеңбер дегеніміз не? Екінші сұрақ: шеңбердің ұзындығының формуласы қандай? Үшінші сұрақ: доға дегеніміз не? Төртінші сұрақ: өмірден мысал келтіріңіздер. Сұрақтарды жазып алсаңыздар, жауаптарын дайындап жібере беріңіздер. Жақсы. Өмірде мысал келтірген шығарсыздар, дегенмен де мына суреттерге назар аударыңыздар. Өмірде көп кездесетін доға түрлері. Баланың ойыншығында, есіктің тұтқасында жиі кездестіреміз. Және кемпір қосақта доға тәріздес болып келеді. Сәулет өнерінде, үлкен ғимараттарда доғаға ұқсатып салынған көріністер бар. Жақсы. Балалар, сабағымызды пысықтау үшін келесі тапсырмаларды орындауға кірісейік. Бірінші, шеңбер ұзындығының формуласын жазыңыз. Екінші, доғаның ұзындығын табыңыз. Үшінші, альфа градустық өлшемдегі доғаның ұзындығын табыңыз. Төртінші, алынған формуланы ұсыныңыз. Дәптерлеріңе жазып, жауаптарын беріңдер. Жақсы. Дескрипторға назар аударайық. Бірінші, шеңбер ұзындығының формуласын жазады. Екінші, доғаның ұзындығын табады. Үшінші, градустық өлшемдегі доғаның ұзындығын табады. Төртінші, формуланы қорытып шығарады. Осы дескриптор бойынша тексеріп, өздеріңді бағалайсыңдар. Доғаның ұзындығын табу тағы бір формуласы бар. Сол формуланы назарларыңызға ұсынамын. L тең R көбейту Q. Мұндағы Q центрлік бұрыш. Бұл радиандық өлшемі деп есептелінеді. R шеңбер радиусы, L доғаның ұзындығы. Сызбада көрініп тұрғандай, центрі Оға тең шеңбер алынған. Енді осы түсініктемені, осы жаңа формуланы пайдаланып, келесі тапсырманы орындаймыз. Бұғалық ұзындығы 10 метр болатын арқаннан жасалған. Бұғалықтың дөңгелек ілмегінің радиусы 0,6 метр. Бұғалықтың ілмек болмайтын қалған бөлігінің ұзындығын табыңыз. Бұл жерде тиісті белгілеулерді жазамыз. Яғни арқаннан жасалған бұғалықтың өлшемі бар. Дөңгелек ілмектің радиусы бар. Ізделінді. Бұғалықтың ілмек болмайтын қалған бөлігінің ұзындығы. Екінші тапсырма. Боялған фигураның периметрін табыңыз. Суретке назар аударамыз. Екі фигураны саламыз. Тиісті өлшемдерді жазамыз. Және боялған бөліктерінің периметрін табуға кірісеміз. Тапсырманы орындап, қайтардан жібересіңдер. Балалар, енді мына бейне материалға назар аударыңыздар. Бұл жерде 360 градусқа тең жалпы шеңбердің өлшемі берілген. 360 градусқа тең, өздерің білесіңдер, бір айналғанда. Яғни ол 2πr деп есептелінеді. R радиус. Яғни мұнда 1 градустық бұрышқа сәйкес келетін
2 пи r бөлінген 360 градус өлшемі берілген. Бұл жерде альфа бұрышы 2 пи r бөлінген 360 градусқа көбейтіледі. Яғни альфа бұрышына қарсы жатқан доға ұзындығының формуласын есептеп шығарамыз. Доға ұзындығы L әрпімен белгіленеді, оны жақсы білесіңдер. Бұл жерде тиісті қысқартуды орындап, пи r бөлінген 180 градус көбейту альфа екен табамыз. Тапсырмаға көшейік. Тербеліс маятнигі берілген, доғаның ұзындығы 24 метр суретте көрсетілген. L тең пи r бөлінген 180 градус көбейту альфа, доға ұзындығының формуласы берілген. Альфа бізде 38 градус, L тең 24 градус. Тиісті белгілеулерді қоямыз да, альфа мен L-дің орнына ауыстырып, бұл жерде R радиусты табамыз. Радиус жоқ шамамен 36,2. Келесі тапсырма. Альфа тең 117 градус. Тасбұғаудағы доғаның ұзындығы, бұл жерде альфа берілген, диаметрі тең 58. Енді 117 градусты белгілеп аламыз. L шеңбер ұзындығының, доға ұзындығының формуласын жазып, орнына қоямыз да, алымды да бөлімді де 2-ке көбейтеміз. Бұл жерде 2R дыға тең жоқ шамамен 59. Мінекей, осы есептерге қарап отырып, өздерің шығара алады деп ойлаймын. Келесі тапсырма, фигуралардың периметрлерін табыңыз. Периметр дегеніміз фигуралардың ұзындықтарының қосындысы. Яғни, мына фигуралардың әрқайсысын жеке-жеке дәптерге жазып, тиісті өлшемдерімен периметрлерін табасыңдар. Есепті шығарып болғаннан кейін дұрыс жауаптарын беріп отырмын. Мына жауаптар арқылы өздеріңді тексеріп бағалайсыңдар. Жақсы. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымызды аяқталмаған сөйлемдер арқылы кері байланыс жасайық. Бүгін мен не білдім? Мен үшін не қызық болды? Маған қандай тапсырмаларды орындау оңай болды? Осы сөйлемдерді аяқтап, маған қайтадан жіберулеріңді сұраймын. Үй тапсырмасын алайық. Сағаттың ұзындығы 5 сантиметр болатын, минуттық тілінің ұшы 5 минутта, 20 минутта, 1 сағатта сызып өтетін доғаның ұзындығы қандай? Тапсырманы дәптерлеріңе орындайсыңдар. Күндеріңе сәттілік тілеймін. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.